Жас келіндерге 12 кеңес. Бірінші, ерте тұр. Мейлі ата-енең 9-да тұрса да, сенің олармен қатар тұрғаның қай жағынан алсақ та дұрыс емес. Алдымен әдеп иба. Келін керіліп түске дейін ұйықтайды деген жаман сөзге қаласың. Екіншіден, ерте деген алдын ала жасалатын жұмыстарға үлгеруің үшін. Үй іші 7-де тұратын болса, 1 сағат бұрын тұрып, өзіңді ретке келтіріп, үй іші сыртын таңертеңгі мамыражай жағдайда шай ішуге ыңғайлап, тазартып, даярлауың керек. Күйеуіңнің, балаларыңның, өзіңнің заттарыңды бір қайтара тексеріп, даярлауға да уақыт табуға тиіссің. Екінші кеңес, қабағыңды шытпа. Ішіңде қандай реніш, уайымың болса да, үлкендерді уайымға салып, жайсыз сезімде қалдырмас үшін, кісімен ашық жарқын сөйлесіп тұрғаның жөн. Сен әлі түсіңде де көрмеген қиындықты көрген адамдарға шаршадым деп шағымдануың ұят. Үшінші, ата-анаңдай көр. Қыз бала әке-шешесін ұлға қарағанда көбірек ойлап жүреді. Бар жақсыны үйіп төккін келеді. Міне, сол секілді басқа шаңыраққа түсіп, келін атанғаныңда басты ұстанымдарының бірегейі ретінде осыны алсаң, көп сөздің қажеті де болмайды. Өз ата-анаңа келіннің қандай жақсылық жасағанын қалайсың? Барлығын әлің келгенше аянбай жасай бер. Үлкеннің алғысын алсаң, пісіп жетілесің. Ата-ене жақтаған келіннің ағайын алдында да мерейі жоғары болады. Төртінші кеңес. Келін статусыңды толығымен сезін. Ешкімге, еш нәрсеге қарамастан, санаспай, ерте тұрудан басталған тәртіп бойынша үй шаруасында не жасалу қажет болса, бәрін үлгергеніңше жасауың керек. Қолың қалт етсе, жантая кететін болсаң, ал үй іші сыртында жасалуы тиіс біраз жұмыстар күтіп тұрса, міндетті түрде неге жасамайды деген реніш пайда болады. Саналы түрде оң босағадан кетіп келін болып, табалдырық аттаған соң, жауапкершілік жүгін көтеруге тура келеді. Жауапкершілікпен ісіңді атқару деген өз-өзіңді отбасы мүшелерінен шеттетіп, тек үй шаруасын атқаратын адам емес, жаңа отбасыңа қуаныш әкелетін мүшесі келін бол деген сөз. Яки ата-анаң берген тәрбиеге сөз келмеуін ойлау. Бесінші, жан жағыңа қара. Бір үйдің хал жағдайын, күйін жасап отыратын адам ретінде айналаңда не болып жатыр, мән беріп қара. Жалқаулық жеңіп жата беретін уақытта тиянақты, еңбекқор келін атануға кедергі болып жүретін істі істемей жүргеніңді ойла. Айтқызбай бар шаруаны өзің байқап, аңғарып жасап қойсаң, ешкімнің ескертуін естімейтін боласың. Ескерту жасаған енеге де, естіген саған да жағымсыз келетін сәттің болғанын қаламасаң, қазір жасайтын істі кейінге қалдырма. Көптің назарында болатын келіннің бірі үй шаруасына пысық бол. Алтыншы, күйеуіңнің айнасы сен. Сен дәмді тамақ пісірсең, сымбатты, сұлу болып жүрсең, ата-анасын құрметтесең, үй жайын тап тинақта етіп ұстасаң, бала шағаңа жақсы тәрбие беріп, айналаға сыйлы болсаң, күйеуіңнің еңсесі жоғары, көңілі тоқ, мәз болып жүреді. Еш нәрсеге үлгермей, үнемі шағымдана беретін әйелдің қасында жүргісі де келмейді. Онымен әңгімелескісі де келмейді. Сені шаңырағына келін қып сыйлағанына қуанатындай етіп алған әйел бақытты. Күйеуіңнің разылығына ие болу ғажап. Жетінші, келіні бар үй. Келіннің хоббиі, фитнесі, үй жинау. Келіні бар үй, бір айдың 30 күнінде
әр 24 сағатында таза болып тұруы шарт. Бұрын қонақ қоңырау шалып барайын деп едік дегенде шуылдатып жинай салатын тазалық емес. Ауасы да, аурасы да, бұрыш-бұрышы да таза болуы керек. Асқана туралы аяғын көріп, асын іш деген аталар сөзі бар. Үнемі қонақ келетіндей тазалық жинақылық болуы өте қажет. 8. Қонақ күту өнері. Келін үйге келген кісілерді қарсы алғаннан шығарып салғанға дейінгі жөн жоралғыны, әдеп-бибаны білсе игі. Бірінші боп сәлемдесіп, хал жағдайын сұрап, дастархан жайып, көңілін беріп, шайын беріп, ыстық асты алдарына қойып, неше түрлі тәттілерін ұсынса, күткен қонағың риза болады. Сенің қандай керемет әйел екеніңді тағы да бір рет мақтап, мәртебеңді көтеріп, сүйген жарыңның ризашылығына ие боласың. 9. Көп сөйлеме. Келінге көп сөйлеген тіптен жараспайды. Бала, манда, биязы, сыпайы деген сөздер жарасатын келін атаулысы көп сөйлегеннен ұтқаны жоқ шығар. Келіндік болмысқа жат екенін былай қойғанда, өзін көп өкініштен қорғайтын қалқан. Ойланбай атқан бір сөзің 100 күндік өкінішке ұрындыруы мүмкін. Әрі ұятқа қалдыратын тағы бар. Көп сөзді көпірме ауыз келінді шешен келін деп атағанды көрмедім. Өсек өтіріктен аулақ бол, абырой әкелмейді. 10. Келін атына жауап бересің. Сен баяғы өз атыңды ғана емес, пәленшенің келіні деген аттар қалайсың. Қисық бассаң, көзге түссең, қателік жасасаң, мүлт кетсең, сүрінсең де, жетістікке жетсең де, пәленшенің келіні солай істепті деген ат келеді. Әңгіме жүреді. Жарасымды сөз сөйлеп, лайықты киініп, өзіңді орында ұстап сөйлей білуің айтпаса да керек нәрсе. Жаман сөз ерген келінін ата ене де жақтай беруден бір күні шаршап, сол жаққа шықпасына кім кепіл? Реніштің басы осылай басталады. Берекенің тірегі осындай ұсақ түйектен тұрады. 11. Іске икемді бол. Қолынан іс келетін келін сүйкімді. Әр нәрсенің ретін таба білетін, жан жақты, әр істің мәнін білетін, дүние мүлікті ұқыпты, қаражатты орынды жұмсай алатын, керек нәрсемен ғана айналысатын, қолы ашық, ішкен жегені адал, үйдің іші сыртын гүл етіп, жыл мезгілінің әр бірінде қажетті шаруаны қолға алып, білек сыбанып, кірісіп кететін келін қалай сүйкімсіз болсын? Атаңа не істесең, алдыңа болашақта сол келеді деген. 12. Туған туысқа бірдей бол. Сен туралы не ойлайтыны емес, сен олар туралы не ойлап, не сөйлейтініңе мән бер. Ағайынның азары болса да, безері жоқ деген. Құрметті оқырман, жас келіндерге ата-бабаларымыздың айтып кеткен осы бір 12 кеңесін сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Ұнаса, лайк басып қолдап, төменге пікір қалдыра кетуіңізді сұранамын. Және менің каналымнан ой саларлық оқиғалар мен ғибрат әңгімелер, нақыл сөздерді тыңдай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңыздар.